Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы жалғасын тап ойыны. Бұл ойынды ауызша және жазбаша түрде өткізуге болады. Мен сіздерге математика және қазақ тілі сабақтарында бұл ойынды қалай ойнау керектігін түсіндіремін. Жалғасын тап ойыны. Бұны ауызша өткізуге болады. Мұнда балаға мынадай тапсырмалар беруге болады. Бұл тапсырмаларды бала ауызша орындайды. Бірінші, сандарды 20-дан бастап кері сана. Бала сандарды кері санайды. 20, 19, 18, 17, 16. Екінші, сандарды өсу ретімен қосып сана. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5 санау бойынша қосады. Мысалы, 1, 1-ге 1, 2, 2-ге 2, 4, 4-ге 3, 7, 7-ге 4, 11, содан кейін 5, 6-ны қосып санайды. Үшінші, сандарға 3 санын қосып сана. Мұнда 1-ге 3 санын қосу арқылы санайды. Мысалы, 1-ге 3, 4, 4-ге 3, 7, 7-ге 3, 10. Бұл тапсырмада, мысалы, 4 қосып сана, 5 қосып сана, 6 қосып сана деп тапсырманы өзгертуге болады. Төртінші, 4 саны бар сандарды айтып, 50-ге дейін сана. Мұнда тек қана 4 саны бар сандарды айтып санайды. Мысалы, 4, 14, 24, 34, 44. Жалғасын тап ойыны ауызша. Бұл ойынды қазақ тілі сабағында былай өткізуге болады. Бірінші, А әрпінен басталатын сөздерді айт. Мысалы, ана, ата, аға. Екінші, 2 буыннан тұратын сөздерді айт десек. Бала, мектеп, дәптер. Үшінші, дауысты дыбыстардан басталатын сөздерді айт. Ертегі, аңыз, әңгіме. Бұл жерде е, а, ә дауысты дыбыстар. Осылай жалғастырады. Төртінші, буынға бөлінбейтін сөздерді айт. Мысалы, бор, бір, көз. Бұл жерде бір буынды сөздер буынға бөлінбейді. Баланың жас ерекшелігіне сай бұл тапсырмаларды күрделендіруге болады. Ал енді жазбаша орындалатын тапсырмаға қарайық. Мұнда балаға тапсырмаларды жазып береміз. Бала ойлану арқылы жазбаша орындайды. Қазір мына тапсырмаларды пауза қойып, өздерін орындап көріңдер. Мұнда тапсырманың жауабын айтпаймыз. Бала тапсырманың жауабын өзі ойлап табуы керек. Тек қана осы сандарды жазып қана береміз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Мұнда 4, 8, 12, 16. Бала ойланады. Бұл тапсырманы орындау үшін алу, қосу, бөлу, көбейту осыларды қолданады. Мұнда біріншіде көбейту кестесі бойынша орналасқан, яғни 4-ке бөлінетін сандар. Бұл сандарға 4 қосып жалғастырады. Мысалы, 20, 24, 28. Екіншісі 2, 4, 8, 16. Мұнда 2-ге көбейту арқылы орындалады. Мысалы, 2-ге 2 көбейткенде 4, 4-ге 2 8, 8-ге 2 16, 16-ға 2
32 деп жалғастырады. Үшінші, 30, 27, 24, 21. Бұл 3-тің көбейту кестесі бойынша орналасқан, яғни кему ретімен жазып шығады. Төртіншіде бұнда фигураларды қолдануға болады. Шаршы, шембер кезектесіп орналасқандықтан шаршы шембердің суретін жазып шығады. Жалғасын тап. Бұны жазбаша орындаймыз қазақ тілі сабағында. Енді осы тапсырманы балаға беріп көрейік. Осы жерден пауза қойып, өздерін орындап көріңдер. Бірінші, Арман, Берік, Ермек. Бас әріппен жазылған сөздер және адамның есімдері. Осы жерде бала адамның есімдерін, аттарын жазады. Екінші, Болат, Бақша, Барабан дейді. Бұл жерде 2 буынды сөз десек, барабан 3 буын болып тұр. Бала ойланады. Бұл жерде Б әрпінен басталатын сөздерді жалғастырып жазады. Үшінші, аға, әке, бесік. Аға, әке отбасы болғандықтан бесік отбасы мүшесіне жатпайды. Бұл жерде дұрыстап ойланып қарасақ, аға А әрпінен, әке Ә, бесік Б әрпінен. Бұл алфавит бойынша орналасқан. Жалғастырып жазса, велосипед, гүл, ғарышкер деп алфавит бойынша жалғастырады. Төртінші тапсырмада шеге, кесе, 4 дейді. Бұл жерде шеге, кесе 2 буынды сөз, 4 1 буынды сөз. Бұл 2 буынды сөздерге жатпайды. Бала ойланады. Әріпті санайды. Санағанда 4 әріптен тұратын сөздер. Бала осы жерге 4 әріптен тұратын сөздерді жалғастырып жазады. Сіздермен болған Нұржан Мырзашұлы. Менің каналыма жазылуды ұмытпайық. Сау болыңыздар.